Қанның қоюлануы ауру емес, бірақ қандайда бір қауіптің белгісі. Егер оны сұйылтып, өз мөлшеріне келтірмесе, кез келген ағзаға теріс әсер етеді. Тіпті созылмалы дерттің дендеуіне себепші болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіз ес білмеген ақпарат барына сенемін, және біздің еңбегімізге қолдау білдіріп, келесі пайдалы видеоларды қарай жүріңіз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз бізге шабыт береді. Қан адам ағзасының ажырамас бөлігі болып табылады. Оның міндеттеріне оттегі мен қоректік заттарды ішкі органдарға тасымалдау ғана емес, бұл иммунитетті қамтамасыз етуді қоса алғанда бірқатар маңызды денсаулық функцияларын орындайтын жүйе. Қан өте қою болса, ұсақ тамырлар мен капилляларға ену қиын. Бұл оттегінің жетіспеушілігі анемияның дамуына әкеледі. Бұл жағдайда қанның ұюы, инфаркт немесе инсульт пайда болуы ғажап емес. Мұның алдын алу үшін алғашқы белгілері біліне басталысымен-ақ арнайы маманнан кеңес алып, емдік шараларын бастау қажет. Қан ағзадағы ішкі сұйық ортаның бірі. Қанның құрамында негізгі 3 элемент бар. Ол эритроцит, лейкоцит және тромбоцит. Эритроцит оттекті тасымалдаса, лейкоцит микробты өлтіреді, ал тромбоцит қорғанысқа жауап береді. Қанды ұйыту да осы тромбоциттің жұмысына тікелей қатысты. Мәселен, сіз жарақат алсаңыз, жараның бетіндегі қан қоюланады. Мұның адам өміріндегі маңызы өте зор. Себебі, жарадағы қан ұю арқылы ағзаны қансыраудан сақтайды. Алайда, тамырдың ішінде қан ұйып қалатын жайттар да орын алып жатады. Ол жағдай жалпы қан айналымы жүйесіне кері әсер етіп, адам өміріне қауіп төндіреді. Көбіне үлкен кісілерде қан сұйылту үшін дәрігерлер аспирин кардио, тромбоаз және тағы басқа дәрілерді ішу керектігін айтады. Бұл дәрілердің қайсысын болмасын ұзақ ішкендіктен асқазан мен адамның іш құрылысының түрлі органдарына кері әсері болады. Әсіресе гастрит болуы мүмкін. Негізгі дәрілерді пайдалану керек, бірақ 3 немесе 4 ай қабылдаған кезде аурудың симптомы білінген жағдайда дәрігерге көрініп, анализ тапсырып білу керек. Егер таблетканы 3 ай ішсеңіз, кемінде 5-6 ай демалу керек болады. Қанның қоюлануына себептер. Сапасыз су. Күнделікті тұтынатын судың сапасыздығы қанның қоюлануына ықпал етеді. Себебі, қанның 85%-дан астамы судан тұрады. Егер адам сапасыз суды, атап айтқанда лас немесе хлорлы суды жиі ішсе, дене оның өзгеруіне көп жасушалық энергияны жұмсауы керек. Оның дұрыс құрылымды болуы өте маңызды, өйткені оның негізгі міндеттері қанды сұйылту және қоректік заттардың сіңуін жақсарту болып табылады. Ағзаның қышқылдануы. Қалыпты жағдайда қанның аздап сілтілі реакциясы бар. Егер адам рационына қышқылды тағамдарды көп қосатын болса, қанның қоюлануымен бірге қышқылдану орын алады. Электромагниттік сәуле. Қанның құрамында шағын өзгерістерді компьютерде жарты сағат жұмыс істегеннен кейін байқауға болады. Қанның қателі ісігі. Ауру сүйек кемігінде тұтқырлықтың жоғарылауымен бірге жүретін қызыл қан жасушалары мен ақ қан жасушаларының көп мөлшерін шығара бастайтынына әкеледі. Улану. Ағзаны ауыр металдармен және пестицидтермен улау, күшті химиялық заттармен өңдеу нәтижесінде көкөністер мен жемістердің жиналуы мүмкін. Қозғалыстың аздығы. Егер адам компьютер алдында көп уақыт отырса және спортпен айналыспаса, оның қан ағымы бұзылады. Бұл қанның тоқырауымен және қоюлануымен бірге жүреді. Жиі стресстік жағдайлар. Стресс гормондары қан тамырларын тарылтып, қан айналымын айтарлықтай бәсеңдететіні дәлелденді. Авитаминоз ағзадағы аскорбин қышқылының және В тобындағы дәрумендердің тапшылығына себеп болады. Қанның қоюлануының белгілері. Көру және есту қабілетінің нашарлауы. Қанмен жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде қоршаған дүниені қабылдау сезімдерінің біртіндеп төмендеуі байқалады. Осымен бірге құлақта шу пайда болуы мүмкін. Тыныс алудың қиындауы. Жүректің қанды айдауы қиын болғандықтан адамда аритмия басталады. Ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Тыныс алу аз физикалық күш салудан кейін де тыныштықтап болады. Аяқ қолдардың шаншуы. Әдетте шаншу аяқ қолдардың ұю сезіммен бірге жүреді.
Бұл қанның капилляларға жақсы тамбағаннан болады. Осы кезде теріде көкшіл түске айналғанын байқайсыз. Ұйқының қанбауы. Миға оттегі қажетті мөлшерде жетпегендіктен адам жиі есінейді, әрі үнемі шаршап жүреді. Күндізгі уақытта адам тез шаршайды, әрі көзінің асты көгерген сияқты болып тұрады. Бұлшықеттің ауруы. Қызуыңыз көтеріліп, сай сүйегіңіз сырқырап жатқандай сезімде боласыз. Ұйықтап жатып та демалмағандай күй кешесіз. Ауру әсіресе бастың артқы жағынан береді. Баяу қан кету. Қолыңызды, теріңізді абайсызда кесіп алсаңыз, қан өте баяу ағады. Одан бөлек қанның түсі ашық емес, керісінше қою қызыл болады. Бас ауру. Қаны қоюланған адамның басы жиі ауырады. Оны дәрімен де, тынығумен де емдей алмайсыз. Аурудың алдын алу және емдеу жолдары. Қанның мөлшерін анықтаудың негізгі жолы зертханалық талдау жүргізу. Егер қан жасушаларының саны жоғары болса, онда қан қоюланды деген сөз. Науқастың шағымына қарай дәрігер қосымша зертханалық және аспаптық диагностикалық әдістерді тағайындай алады. Оның ішінде биохимиялық қан сараптамасы және магнитті резонансты томография, компьютерлік томография жатады. Көп жағдайда дәрігерлер дәрілік терапияға жүгінеді. Қанды сұйылтатын дәрілер ұсынады. Қанды сұйылтатын өнімдер. Дәрілік терапиядан басқа күнделікті тұтынатын тағамдарға мұқият болғаныңыз абзал. Бірінші, судың қан сұйылтудағы пайдасы. Таза су, алғашқы медицина, кіршіксіз мөп-мөлдір сұйықтыққа бар тіршілік тәуелді. Сусыз өмір жоқ. Барлық тіршілікке нәр беретін судың адамзат өмірінде алатын орны ерекше. Таңертең ұйқыдан тұра сала таза су ішсеңіз, талай аурудың алдын аласыз. Егер қан сұйылтуда дәрі ішкіңіз келмесе, сіздерге дәрісіз өзге де тәсілдер бар екенін айтқым келеді. Бірінші әдіс өте қарапайым. Қанды судың көмегімен сұйылтуға болады. Жалпы адамдар өте аз көлемде су ішеді. Ал ағзада судың көлемі аз болуы қанның қоюлануына әкеп соғады. Қан сұйылту үшін адам тәулігіне 1,5 литр таза су ішу керек. Ғаламторларда көпшілік арасында 3 немесе 4 литр су ішу керек деп жатады. Ол дұрыс емес. Адам күніне 1 немесе 1,5 литр су ішсе, сол жеткілікті. Бұл таза су болу керек. Сіздің ішкен шай, кофе, шырын секілді жалпы сұйықтықтарыңыз саналмайды. Егер суық су ішкіңіз келмесе, үй температурасындағы жылы суды ішуге болады. Таңертең ұйқыдан оянғаннан кейін міндетті түрде аш қарынға 1 стакан су ішуден бастау керек. Кофе мен алкогольді ішімдікті аз қолдану керек. Кофені көп ішетін болсаңыз, ол қанды қоюландырады. Арақ шарап та қанның қоюлануына әкеп соғады. Олар қан тамырларын атеросклерозға алып келеді. Тұздалған көкөністерді көп жемеу керек. Кептірілген қышқыл тағамдар да адам ағзасына зиян. Сондықтан оларды белгілі бір мөлшерде қолданған дұрыс. Қимыл әрекет жасау, спорттың жеңіл түрімен айналысу, жайлап жүгіру, жүру, жатар алдында таза ауада серуендеу сіздің ағзаңызға өте пайдалы. Қимылы жоқ болған кезде бұлшықет пен тіндерде гипоксия тіні пайда болады. Ол да қанды қоюлатады. Біздің денеміздің 70% судан тұрады. Ал ғалымдар адам бойындағы судың мөлшері небәрі 2%-ға азайса, күш-қуатымыздың 20%-ға әлсіреп кететіндігін дәлелдеген. Бар жоғы 1-2 жұтым су күйзеліс пен шаршағанды басып, орасан зор күш береді. Сондықтан алмасу жүйесі мен қан жүйелері судан тұратындығын ұмытпағаныңыз жөн. Екінші, қанды дәрілік шөптердің көмегімен сұйылту. Адам ағзасында қан сұйылтуда өсімдік қоспаларынан әзірленген тұнбалардың жөні бір бөлек. Адам баласы өсімдіктерді сонау көне дәуірден бастап күні бүгінге дейін қажетіне жаратып келеді. Әсіресе халық емшілігінде емдік шөптер таптырмас дәрі-дәрмекке айналған. Елімізде статистикалық мәліметтерге сүйенсек, шамамен 6000-ға жуық өсімдік түрі бар. Соның 500-ге жуығының дәрілік заттар алынады. Көбіне кейбір адамдар шөпті жеңіл санап дұрыс ішпейді. Егер шөпті дұрыс ішіп білмесе, керісінше әсер етуі мүмкін. Қанды қоюлатып жіберуі де ғажап емес. Бұл ғылыми түрде дәлелденген. Қанды сұйылтуға 2 түрлі шөп бар. Ол бал нәрлі хош иісті өсімдік түйежоңышқа және ақ талдың қабығы.
екеуі де біздің елде бар шөптер. Дәріханадан алып қолдану тәсілі бойынша дайындап ішу керек. Бұл дәрілік шөптерді 3 апта ішсе жеткілікті. 4 айдан кейін қайталау керек болады. Ақжелкен өсімдігін әдетте салат немесе тағы да басқа тағамдарды әдемі етіп көрсету үшін пайдаланады. Жарты кесе ақжелкеннің құрамында күндізгі нормадағы А дәруменінің 100%, В дәруменінің нормадағы шамамен 10%, С дәруменінің күндізгі керек болған 50%-ын ала аласыз. Екіншіден, қант диабетіне шалдығу қаупі төмендейді. Сонымен бірге жүрек саулығы жақсарады. Ақжелкен фолий қышқылынан қайнар көзі, ал аскөк болса тағамға ерекше дәм беретін өсімдіктердің бірі. Ол жұқпалы аурулар кезінде, ұйқы бұзылғанда жақсы көмектеседі. Ол қан қысымын төмендетіп, жүйке жүйесін тыныштандыруға қабілетті. Үшінші, зімбір. Зімбір бұл қанның керемет сұйылтқышы. Өйткені құрамында көптеген өсімдіктерде кездесетін табиғи химиялық зат салицилат бар және қанның ұюына сақтайды. Зімбір организмдегі қабынуды азайтуға көмектеседі және жүйкені босаңсытады. Сарымсақ организмдегі бос радикалдарды жоюға көмектеседі және осылайша жасушаның бұзылуына жол бермейді. Бұл ағзадағы тромбоциттер санын жақсартуға көмектеседі және қан қысымын төмендетеді. Сарымсақ қан тазартқыш ретінде жұмыс жасаумен қатар, ағзадағы қан айналымын жақсартатыны белгілі. Куркума. Куркуманың негізгі ингредиенттердің бірі. Бұл холестерол деңгейін қанды сұйылту және қанның ұюының алдын алу үшін кетіруге көмектеседі. Е дәрумені. Е дәрумені қанның ұюына әртүрлі жолмен көмектесе алады және бұл тұтынылатын Е дәруменінің мөлшеріне байланысты. Дәруменнің қаншалықты сұйылтуға көмектесетіні белгісіз болса да, тәулігіне 15 мг-нан астам табиғи альфа-токоферол Е дәруменін қолданған жөн. Е дәрумені қоспалардан гөрі тағамнан алу қауіпсіз болып табылады. Е дәруменіне бай тағамдар бадам, күнбағыс майы, тұтас дәнді дақылдар болып табылады. Жүзім тұқымының сығындысы. Кейбір зерттеулер жүзім тұқымының сығындысы жүрек пен қанның бірнеше жағдайына пайдалы болуы мүмкін. Тұқым сығындысында қан тамырларын қорғайтын және қан қысымының жоғарылауына жол бермейтін қанның сұйытқыш рөлін атқаратын антиоксиданттар бар. Денсаулық адамға берілген ең қымбат сый. Сондықтан да аурулардың алдын алу үшін дәрігер мамандардың кеңесінсіз өздігінен емделу жолдарын қолданбағаныңыз жөн. Видеоларды жақындарыңызбен бөлісіп қарай жүріңіз. Келесі кездескенше ауырмаңыздар.